Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін кокос қосылған дәмді сметанник дайындаймыз. Рецепт ұнаса, каналыма жазылды ұмытпаңыздар. Ең біріншіде салқындатылған майымызға өнімізді електен өткізіп саламыз. Қолымызбен жақсылап үгітіп алып, үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, 80 граммдай қант ұнтағын немесе қант қосып, 1 жұмыртқаны жарып, жақсылап барлығын біріктіреміз. Біріктіру оңай және тез болу үшін үстіне 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап барлығын біріктіріп аламыз. Содан кейін қамырымызды целлофанға салып, салмасын дайындағанға шейін тындырып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 300 граммдай қаймақ, 1 пакет кокос ұнтағын, 90 граммдай қант немесе қант ұнтағын, 2 жұмыртқамызды жарып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Ал міне салмасы дайын болды. Келесі кезекте қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен кішкене ысып аламыз да формамызға жақсылап жайғастырамыз. Сүттерін шанышқының көмегімен дұрыстап реттеп аламыз да үстіне салмасын құямыз. Сметанник пирогымызды қызып тұрған пешке жарты сағатқа 180 градусқа қоямыз. Міне уақыт өткеннен соң пирогымыз дайын болды. Оны формадан алып, тарелкемізге саламыз. Бұл пирогтың иісі мен дәмі өте ерекше, әрі дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де сізде кокос болмаса, оның орнына мақ қосуға болады, немесе неше түрлі жеміс-жидектер қосуға болады. Ал әрлеу, безендіру ол өзіңіздің еркіңіз. Мен осылай безендіруді жөн көрдім. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Егер де рецепт ұнаса, каналыма жазылып, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.